Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбота. Бүгін үй жағдайында гуляш дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Дәмі керемет болып шығады. Және де видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: ұсақтап туралған ет, пияз, су, сұйық май, тұз, бұрыш және де томат тұздығы керек болады. Барлығын алдын ала бөлшектерге бөліп дайындап қоямыз. Ыдысымызды қыздырамыз және де оған сұйық майымызды құямыз. Май қызған кезде үстіне етті саламыз. Етті өте ұсақ болдырмай, жұқа болдырмай, кубиктап, яғни төрт бұрыштап турағанымыз абзал. Себебі біздің етіміз піскен кезде суы азайып, ет кішірейеді, сондықтан ет міндетті түрде үлкен кубикталып туралған болу керек. Және де қуырылып бастаған етімізге пияз, дәмді өштерімізді и тұзымызды салып, тағы да қуырамыз. Бетін жауып қоямыз. Пиязымыз жұмсағанша қуырамыз, яғни пияз пісуі керек. Кейіннен суымызды құйып, баяу отта толықтай 1 сағат пісіреміз етті. Етіміз піскенге дейін соусын дайындаймыз. Мына жерде бізде алдын ала өлшеніп қойған ұнды асты қалың ыдысқа салып қуырамыз, яғни ұнның түсі өзгергенге дейін қызартып қуырып алатын боламыз. Дайын болды. Ұнымыз біздің міндетті түрде қызарып пісуі керек. Піскен ұнның үстіне алдын ала өлшеніп қойған суымызды құямыз. Лопатканың көмегімен толықтай ұн суда ерігенше араластыратын боламыз. Біздің ұнымыз араласпай комок болып қалмауы керек. Етіміз пісті, біздің жұп-жұмсақ болды. Ендігі кезекте біз жаңағы дайындаған соусымызды құямыз, араластырамыз. Біздің отымыз міндетті түрде баяу болу керек. Егер от қатты болса, біздің соусты құйған кезде жабысатын болады. Соусты құйып 20 минут қайнатып пісіреміз. Етіміз дайын болды. Қалауыңызша өзіңізге ұнайтын подливтің жанында біздің гуляшымызды ұсынсаңыздар болады. Гуляштың еті жұп-жұмсақ болып шығады және де соус ерекше дәм береді. Міндетті түрде жақындарыңызға жасап беріп көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны ұнаса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.